Бізде, в общем, Нива автокөлігі инжектор мотормен 8 қалған. Так, в общем, бұл жерде тоғжағы полностью восстановление. Мына проводтардың бәрі өзінен шыққандары, мына проводтар, мыналар. Сосын, в общем, айтқанда, сосын мына қызықтарды қараймыз да. Подшипник предохранительдер тұр бұл жерде, бірақ уже медный сымға өтіп кеткен ғой. В общем, өртенсе машина өртеніп кетсін, бірақ предохранитель күймесін деген ғой. В общем, айтқанда. Так, в общем, бұл ма? И, в общем, тоқ жағын ақтара келе. Бұл жерде біз мынандай қырғын затты байқап отырмыз. Так, мынаны алып былай прямой плюс берген. Бұл плюсті так, мына жақтағы мына предохранительден алған. Бұл предохранительдің бәрі замок зажигания, бензин насос деген сияқты темаларға, естественно, вентилятор де бар бұның ішінде. Ендігі мәселе, в общем, мына тұрған 4 штук релейні қазір шешіп аламыз. Осы 4 штук релейнің ішінде бізде заводской вентилятордың да релейсі бар. Так, бірақ неге екені белгісіз, алдыңғы капот жаққа кеткен жағын бұның бәрін қиып бастаған түгелмен. Сосын так үңілсеңіз, міне мынандай проводтар өте көп бұл машина. Білмеймін, бір тоқ жағынан кәдімгі дұрысынан кәдімгі қорықпайтын бір өстеген ғой. Так, в общем, машинаның өзінің зауыттық нұсқасы, бұл көлік зауыттан шыққан кезінде инжектор болмаған, карбюратор нұсқасында шыққан. Осы карбюратор нұсқадан инжекторге ауысқан кезінде именно блок предохранительмен бірге ауысатын еді. Бірақ каким-то образом неге екені белгісіз, мына өзінің блок предохранительдері қалған. В общем, айтқанда мәселе сондай, жұмыс әрі қарай жалғасуда. Бізде әрі қарай тағы да оголенка ақтарылып жатқан проводтарды, и сосын мына компьютердің распиновкасын бәрін іздеп, бәрін заңдық тұрғыда жалғайтын боламыз. В общем, мына кіріп тұрған радионың сиқы мынау. Так. Ай, аллай. Мына замок зажиганиенің тоқтарын қараймыз. Мыналар тіпті адам аяйтын жағдайда. Мына жақты қараймыз. Тіпті страшно ғой. Тіпті бар ғой, тіпті кәдім. Білмеймін, бұл машинаға қандай бір жауыз адамның жолағанында. Бірақ жағдайы осындай, өкінішке орай.